Сәлем достар, бүгін өте дәмді шашпа палау жасадым. Көп қыздардың айтатындары күрішіміз езіліп кетеді деп, күріштің езіліп кетпеу бір тәсілімен бөлісемін. Ол үшін алдымен етті, пиязды, сәбізді турап аламыз. Турап дайындап алған екен, алдын ала қысып тұрған табаға сұйық майымызды құйып, құйрық майды қып-қызыл қуырып аламыз. Етімізді салып қызарғанша қуырамыз. Дәміне қарай тұз салдым. Пиязды да қып-қызыл қуырып аламыз. Сәбіз жұмсарғанша қуырып, бір бокал су құямыз. Одан артық су құймаймыз. Осы бір бокал су жетеді. Bir ас қасық қант салып, 40 минутқа бұқтырып қоямыз. 40 минуттан кейін зыра, пловтың приправасын салып, тазалап жуылған күрішімізді саламыз. Сөйтеміз де суы тартылғанша қайта-қайта осылай араластырып отырасыздар. Күрішін суы тартылғаннан кейін ортаға үйетін боламыз. Осылай үйіп алдым. Сосын чеснок тықтым ортасына. Какпірмен осылай тесіп шығатын боламыз. Ауа кіріп тұру керек. Жай отта 20 минут пісіріп аламыз. 20 минуттан кейін газдың астын өшіріп, тағы 20 минутқа қойып қоямыз. Сонымен өте дәмді палауымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап, жанұяларыңызды қуантыңыздар. Рецепт мына WhatsApp басып, парақшама тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын.